Сәлем достар, мені каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен дәл осындай баклажаннан закуска дайындаймыз. Менімен бірге болыңыздар. Алдымен бізге қажет баклажан. Баклажанымызды дәл видеодағындай етіп турап аламыз. Достар, мен тұрақты түрде аптасына 3 рет жаңа видео шығарамын. Сіздер соны жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп, қоңыраушаның тістесін баса кетіңіздер. Дайын болған баклажандарға тұз салып, жақсылап араластырып аламыз. Дайын болған баклажандарды дәл осылай салфетканың көмегімен кептіріп аламыз. Бізге 2 жұмыртқа қажет болады. Жұмыртқамызды дәл осылай араластырып аламыз. Қызып тұрған табамызға баклажандарымызды жұмыртқаға батырып пісіріп аламыз. Өте простой рецепт. Жасап көрсеңіздер болады. Жақсылап пісіріп алды баклажандарымызды. Дайын болды. Енді біз заправкасын дайындап аламыз. Бізге 2 ас қасық сметана қажет болады. Сосын 2 ас қасық майонез қажет болады. Бар майонезімді салдым мен. Сосын чеснок қажет болады. Менде чеснок үлкен болған соң 2-ге бөліп алдым. Дәу чеснок болса біреуде жетеді. Чесногымызды де шығарып аламыз. Сосын укроп қажет болады. Свежий укропты турап алып, үстіне саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Дайын болды. Біз помидорларымызды турап аламыз. Мен турап дайындап алдым. 3 помидор жетеді. Дәл осылай демлеп жасап шығамыз. Баклажандарымызға жағып біркелкі. Барлығын дәл осылай жасап аламыз. Міне, дайын болды закускаларымыз. Дастарханымызға тарта беруге болады. Сіздерге үлкен рахмет. Менімен бірге болғандарыңызға. Каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.